Кейбір косметикалық бұйымдар сымбатты көрінуге жол ашқанмен, оларды сатып алуға кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Бірақ косметикалық бұйымдардан кем болмайтын, әрі қолжетімді бағамен сатылатын қара майлы сабын, яғни орысша дегтярное мыло. Қазіргі таңда қара майлы сабынға деген сұраныс күн сайын артуда. Себебі қара майлы сабынға деген нәзік жандылардың қызығушылығы басым. Қара майлы сабынның 90% жай сабыннан, ал 10% қайың қарамайынан тұрады. Емдік қасиеттерге бай қайың қарамайы псориаз, дерматит, сүйел, тағы басқа тері ауруларының алдын алып, бактерияларға төтеп береді. Қайың қарамайы терідегі заттардың болмауына, жарақаттардың жазылуына ықпал етіп, теріні күйік шалғанда да көмекке келеді. Беттегі қара дақтар мен безеулерден арылам десеңіз, тұрақты түрде қара майлы сабынды қолданыңыз. Қара майлы сабынның иісі жағымсыз келеді. Иістің жағымсыз келуі оның құрамындағы табиғи құрамдас бөліктердің басым болуында. Жағымсыз иістен құтылу үшін сабынды тұрақты пайдалану керек, немесе сабын сауытқа салып қою керек. Қара майлы сабынмен күніне 2 рет бет-қолыңызды жуса, тері қатайып нәрленеді. Қара майлы сабын тері ауруларына ғана емес, шаш күтіміне де өте пайдалы. Қайызғақтан арылам десеңіз, шашыңызды қара майлы сабынмен жуып тұрыңыз. Шашыңызды жуған кезде сабын суды қолданбас бұрын қара майлы сабынды қолданыңыз. Қара майлы сабын шашты жалтыратып, оның ұштанып түсуіне жол бермейді. Бас терісін қатайтып, шаштың өсіміне оң әсерін тигізеді. Косметикалық сабындарға қарағанда қара майлы сабын әлде қайда жақсы, оның құрамында химиялық заттар болмайды. Бағасы да қолжетімді. Ал сабынның сұйытылған түрі әлде қайда қымбаттырақ. Қара майлы сабыннан ешқашанда аллергия болмайды. Бұл сабын кез келген тері түріне жағады. Әсіресе құрғақ теріге өте пайдалы. Қара майлы сабынды жаз мезгілінде сирек, ал қыс мезгілінде жиі қолдану керек. Себебі сабын қысты күні теріні суық аяздан сақтайды. Жаз мезгілінде сирек қолданудың себебі аптап ыстықта тері майлы болады. Сондықтан да жаз күндері сабынды 2 рет қана қолдану керек. Аяқ саңырау құлақтарын емдейді. Аяқтағы саңырау құлақтардан арылу үшін күніне қара майлы сабынмен жуып, 10-15 минут оның көбігіне қою жеткілікті. 7-10 күннің ішінде күтілген нәтижені береді. Қара майлы сабын шашты нығайтып, оған үлкен көлем береді, әрі жылтыратады, және де қайызақтан құтылуға көмегі тиеді. Косметологтар шашты 2 айда 1 рет, аптасына 2 рет қара майлы сабынмен жуып тұруды кеңес береді. Сосын араға 2-3 ай салып демалдыру қажет.